Өмір тым тез әдетке айналады. Бақытты өмір сүру үшін ақша тапқың келеді. Нәтижесінде бар күш-қуатың табыс табуға жұмсалады. Бақыт ұмытылады. Қалта толтыру мақсатқа айналады. Келешекке жасар ең үлкен жомарттығың, бәрін бүгінге арнауың. Бақыттың мәні не деп іздесеңіз, ешқашан бақытты болмайсыз. Өмірдің мәнін іздесеңіз, ешқашан өмір сүрмейсіз. Дым бермесең, түк алмайсың. Сені ешкім сүймесе, ол бақытсыздық емес. Бақытсыздық өзің ешкімді сүйе алмауың. Саяхаттау өмірдегі ең ұлы әрі күрделі ғылым ретінде адамға өзін өзі тануға көмектеседі. Қауіпі мол жерде үміт те зор. Наданға кеңес бер, сонда олар сені өз жауы етіп алады. Біздің өмірімізде кездесетін проблемаларға көбінесе біздің іс-әрекеттеріміз кінәлі. Әйеліңізбен кеңесіп, оның сізге кеңес бергеніне керісінше әрекет етіңіз. Егер шетте қалсақ, басқалардың азабы бізге әсер етпеуі керек. Егер бізде маңызды нәрсе болмаса, үндемеу ең жақсы нұсқа. Біздің туыстарымызға деген сүйіспеншілігіміз бізді өмір бойы сүйемелейді. Адам өз көлеңкесінен секіре алмайды. Күлуді білмейтін адам дүкен ашпауы керек. Қараңғылыққа қарғыс айтқаннан гөрі шамды жаққан жақсы. Сабырлылық тамыры ащы, бірақ жемісі өте тәтті ағаш. Даналық ауыспайды, үйренеді. Ең жақсы сапар, ең қысқа уақыт. Қасиетті орындардан шынымен Құдайды іздейтіндер суға батады. Білгеніңнің бәрін айтпа, қолыңнан келгенін бәрін жасама, естігеннің бәріне сенбе, барыңды жұмсама. Себебі білгеннің бәрін айтатын адам, қолынан келгеннің бәрін істейтін, естігеннің бәріне сенетін, барын жұмсайтын адам. Бірінші рет орынды емес нәрсені айтады, керек емес нәрсені жасайды. Соттар ол көрмегенді жоққа жұмсайды. Біз өз іс-әрекетімізге сақ болуымыз керек және өте сақтықпен әрекет етуіміз керек. Өйткені күтпеген жағдайлар әрқашан туындауы мүмкін. Қисық таяқтың көлеңкесін түзеуге тырыспаңыз. Мұқтаж адамдарға көмектесу бізді жақсартады, өйткені біз өмір сүріп жатқан өмірімізді бағалауды үйренеміз. Егер біреу сізді шағып алса, бұл сіздің тістеріңіз бар екенін еске салады. Егер сізге қошемет көрсетілсе, кімнің шапалақтағанын білмейінше ешқашан мақтанба. Егер адам сізге түйеге ұқсайтындығыңызды айтса, оны елемеңіз. Егер сізге 2 рет айтса, айнаға қараңыз. Жеміс салынған ағашқа тек тастар лақтырылады. Алтынға толы сөмкеден гөрі сабырлы жүрек жақсы. Бір қол шапалақтай алмайды. Түрді түсінбейтін адам ұзақ түсіндірмені де түсінбейді.
Біз біреуді шын сүйгенде, оны неге соншалықты жақсы көретінімізді білмейміз. Өзіңмен дос бол, сонда сен басқалармен дос боласың. Адамды түсіну үшін оның бізге жеткізгісі келетін нәрсеге назар аударуымыз керек. Түрді түсінбейтін адам ұзақ түсіндірмені де түсінбейді. Біз қалай кеңес беру керектігін және сол сияқты бізден ақылды адамдар қалай кеңес беру керектігін білуіміз керек. Мені бірінші рет алдасам, кінә сізден болады, екінші рет ақаулық менікі болады. Қайтып келмейтін 4 нәрсе бар: лақтырылған жебе, қазірдің өзінде айтылған сөз, бос уақыт және өткен өмір. Уақыт – бұл өте құнды тауар. Оны қолданғаннан кейін ешқашан артқа қайтара алмайсыз. Жағдайы әрқашан біздікінен нашар адамдар болады. Біз барымызға шүкіршілік етіп, өзімізді жақсарту үшін күресуіміз керек. Дос жауға қарағанда көп зиян келтіреді. Жалған дос бізге дұшпаннан гөрі көптеген қиындықтар тудыруы мүмкін. Өйткені жау үшін әрқашан сақ боламыз, бірақ жалған дос үшін жоқ. Уақытында қалай тыныш болуды білу ақылдылықтың белгісі. Кім бірдеңе жасағысы келеді, амалын табады. Кім бірдеңе жасағысы келмейді, сылтау табады. Ешқашан көпшілік алдында кеңес бермеңіз. Айтуға тиісті бірдеңе болған кезде біз айтуымыз керек. Егер олай болмаса, үндемегеніңіз абзал. Егер біз өзіміз көрген нәрсені түсіне алмасақ, не көргеніміз маңызды емес. Өткен уақыт қашып кетті. Сен күткен нәрсе жоқ, ал қазіргі уақыт сенікі. Біз кеңістіктегі уақытты өзгерте алатын жалғыз нәрсе қазіргі уақыт. Қалған сәттерді өзгерту мүмкін емес. Қатыгездік қорқақтардың күші. Қатал болу тек өзіміздің әлсіздігімізді көрсетеді, ал мықты адамға өз күшін көрсету үшін қатыгездік қажет емес. Күлімсіреу – ақылды адамдардың тілі. Көз сүйген кезде өзін жоққа шығарады, ал құлақ жек көргенде басқаларға сенеді. Жаба алмайтын есігіңді ашпа. Ұлыңды өзің жөнге салмасаң, өмір тезге салады. Ыстық су бір кезде салқын болғанын ұмытпайды. Қорлау кішігірім киім сияқты, оны қолданған адамды ашады. Ең жақсы жауап әрқашан ашуланбаған адамнан шығады. Саған тым көп мақтау айтатын адамнан сақтан, кейін ол сені басып кетеді. Саған өтірік айтқан адам сен туралы да өтірік айтады. Адамдарға жақсылық жаса, сонда сен олардың жүректерін құл етесің. Сабырлы болыңыз, сонда сіз қалағаныңызға жетесіз. Шыдамдылық ащы болса, оның жемісі тәтті. Егер сіз қайда бара жатқаныңызды білмесеңіз, қайдан келгеніңізді білу үшін артқа көз салыңыз. Егер адам ешқашан ауырмаған болса, жақсы дәрігер бола алмайды. Наныңды басқа біреудің дастарханынан жеуге болмайды.
Сені күлдіретіннен емес, сені жылататынның кеңесіне құлақ ас. Суға батып бара жатқан адам кез келген арқаннан ұстауға тырысады. Бәрі басқалардың кемшіліктерін сынайды, бірақ олар өздеріне соқыр. Өмір от сияқты, түтіннен басталып күлге айналады. Қорлау құмға, мақтау сөздер тасқа жазылуы керек. Аз тамақтану үшін көп ұйықтау керек. Ақылды адам өз ісін, ақымақ адам өзгенің ісіне қарағанда жақсы басқарады. Арнама тіркеліп өтіңіз. Сіздің қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарийға өз пікіріңізді қалдырып өтуді ұмытпаңыз.